Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Эссе жазу курсының 3-ші күніне қош келдіңіздер. Бірінші, екінші күндер алған теориялық мәліметті негізге ала отырып, бір эссе үлгісін талдаймыз және алған білімімізді, ақпаратымызды қолданып, дайын өзіңіз эссе жұмысын жазып маған тапсырасыңыздар. Енді сіздерге үлгі ретінде мен эссе жұмысын талдайын. Эссенің тақырыбы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының құндылығы неде? Мінекей осы тақырып аясында қазір біздер өзіміздің дайын үлгіні талдаймыз, эссені талдаймыз. Ең алдымен кіріспе бөлімде мақалаға қатысты автордың позициясын білуге болады. Әр дәуірдің келер ұрпаққа қояр жауапкершілігі, талабы мен міндеті бар. Ұлт немесе ел мәдениетінің, руханиятының дамуы ұрпақтың уақыт талабымен санаспай жүзеге асқан емес. Осы бір түйінді ойымды елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласымен сабақтастырсам, осы мақаланың мен үшін құндылығы неде? Яғни автор осы мақалаға қатысты мақаланың құндылығын өз пікірімен, өз позициясы негізінде талдайды. Жалпы негізгі бөлім 4 аргументтен тұрады. Әр аргументті қыстырма сөздер арқылы абзацтарға бөліп, нақтылап дәлелдеп жазған. Ең алдымен дейді, осы мақаланың негізгі мақсатына тоқталар болсам, елбасы айтқандай, қазір бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман. Заман өзгерген сайын тұрмыс пен болмыс, мәдениетте өзгерері сөзсіз. Сондықтан да жақсыдан үйренер, жаманнан жиренер уақыттың келгендігін алға тартады. Өзге дамыған елдерге қарап, бой түзейтін сәттің туғандығын баса айтады. Ең алдыменен мақаланың құндылығы ретінде бұл мақаланың мақсатына тоқталады және бірінші аргументте эссе авторы цитатаны орынды қолданған. Екіншіден, жаңару барысында сырттан келетін елді әлсірететін, ең соңында елді тәуелсіздіктен айыратын нәрселерден аулақ болуын ескертеді. Қазіргі жас ұрпақта тарихымызда орын алған қазақ жастарының рухани деңгейімен қарсы тұруға, ауызбіршілік, білім арқылы, саясаты мен тәжірибесі күшті жаумен иығын теңестіруге үндейді. Яғни, үндеу бағытындағы негізгі ойды мақаланың құндылығы етіп көрсетеді және тәуелсіздігін айыратын нәрселерден аулақ болуға шақыратындығы маңызды тұсы деп есептейді автор. Үшінші аргументі, үшіншіден дейді, елбасы осы мақаласында халқымыздың барлығы зиялы, жоғары зияткер тұлға болуын мақсат етеді. Абай атамыз айтқандай, қолымды мезгілінен кешірмедім деп өкініп, бармақ тістегенше, қазіргі жастарға ғылым мен білімге жастай кезден көңіл бөліп, сауатты да салмақты болып өсуге шақырады дейді. Төртінші аргумент, қоғамдағы жаңғырудың негізгі қағидаларын қалыптастыруға ғана емес, сонымен бірге заман сынағынан төтеп бере алатын жобалар жүзеге асыруға үндейді. Яғни қазақ әліпбиін латын әліпбиіне көшіру жұмыстары, өзіміз білетіндей, қазақ тілі тым тереңнен тамыр тартуы, яғни заман талабына сай нормалармен жүруіміз қажет деп ойлаймын деп өзінің төртінші аргументін негізге келтіреді. Бұл негізгі бөлімде 2 цитата қолданады, 4 аргумент және қыстырма сөздермен нақты ойын жүйелі жеткізеді. Қорытындылай келе, елбасының көздеген мақсаты еліміздің руханиятын, беделін, даңқын көтеру. Осы талаптарды орындайтын жас ұрпақ. Елбасының айтуынша, мен барша қазақстандықтар, әсіресе жас ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп сенемін деген сөзі дәлелдейді. Сондықтан елбасының үмітін ақтап, еліміздің рухы мен беделі көтерілуіне бірауыздан атсалысайық деп автор өзінің эссесін осылай аяқтаған. Яғни құрметті эссе курсына қатысушылар, сіздерден де бірінші, екінші күні алған негізгі теориялық мәліметті негізге ала отырып, кітап оқудың пайдасы тақырыбында 4 аргументтен тұратын кіріспе негізгі бөлімдері қамтылған жүйелі эссе жұмысын күтемін. Барлығыңызға сәттілік, қайырлы білім болсын.